WhatsApp шынымен сіздің сұхбаттарыңызды оқи ма? WhatsApp'тың осы аптаның басында жариялаған жаңа құпиялық саясаты әлеуметтік желіні дүр сілкіндірді. Миллиондаған адам құпиялықтың бұзылуына алаңдап, әңгімелері енді жазылуда дегенді естіп, әбігерге түсті. Әлем бойынша 2 миллиардтан астам қолданушысы бар WhatsApp достарымызбен және отбасымызбен күнделікті қарым-қатынас жасаудың құралына және өміріміздің бір бөлігіне айналды. Сонымен, адамдардың Signal және Telegram сияқты бәсекелес компанияларға жаппай көшіп жатқанына және әлеуметтік желіде мемдер, әзілдер және бұзақылықтың қаптап кеткеніне куә болып отырмыз. Ал енді, шынында не болды? Іс жүзінде ештеңе өзгерген жоқ. Компанияның жаңа саясаты ұзақ уақыт бойы 2016 жылдан бері не істеп келе жатқанын көрсетті. WhatsApp көптеген жылдар бойы Facebook пен деректеріңізді бөлісіп келеді. Тек айырмашылық енді сізге шарттарынан бас тарту мүмкіндігін бермейді. Дегенмен, бұл дегеніміз олар сіздердің сұхбаттарыңызды тыңдай алады, немесе жазып алады дегенді білдірмейді. Содан кейін бұл ақпарат Facebook пен Instagramға жіберіліп, қызығушылықтарыңызға сәйкес жеке жарнамалар бағытталады. Міне, олар осылайша сізді өнім ретінде сақтай отырып, ақша табады. WhatsApp сіздің жазбаларыңызға көз салуына жол бермейтін өтпелі шифрлау себебінен үшінші тараптар сұхбаттарыңызды оқи алмайды. Алайда сұхбаттарды оқи алу мүмкіншілігі бар басқа үшінші тарап туралы ойланайықшы. Бұл өкінішке орай сатылып кеткен тағы бір намаз уақыты қосымшасы емес. Мен әр сұхбатты, әрбір пікірді, әрбір мем, әрбір смайликті жібермеуіміз керек болған. Әрбір жасырын мәтінді, тіпті 24 сағаттан кейін жойылатын, Instagramдағы хабарларды жазып отыратын нәрсе туралы айтып отырмын. Өздеріңіз де біліп отырған шығарсыздар. Мен біздің иығымыздағы екі періште туралы айтып отырмын. Оның оң жағы мен сол жағында отырған екі бірдей хатшы жазып алуда. Әрқайсысына бізді бақылау және әр сөзімізді жазып отыру тапсырылды. Біреуіне барлық жақсы істерімізді, ал екіншісіне жаман істерімізді жазу міндеттелді. Сондай-ақ, адам баласының аузынан нендей сөз шықса да, дәл қасында оның аузын бағып, бірде-бір сөзін қалт жібермей жазып алып тұратын бақылаушы періште бар. Біз жоғарыда адамдардың сөздерінің тыңдалғанынан немесе өздерін бақылауда ұстағаннан қалай қорқатынын көрдік. Және бұл әрине заңды қорқыныш. Сондықтан біз өзімізді қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауымыз керек. Бірақ тәулік бойына біздің әрбір сөзіміз, әрбір іс-әрекетіміз жазылатын, кейін кітап болып жинақталып, қиямет күні өзімізге оқуға бұйырылатын нәрсеге назар аударуды ұмытпайықшы. Кітабыңды оқы. Бұл сөзсіз бізді әлдеқайда алаңдатып, уайымдатуға мәжбүр ететін ақпарат жазбасы. Мобильді қосымшалар деректеріңізге қалай кіре алатындығын және ақпаратыңызды қалай жазатындығын біліңіз. Мүмкін оларға кіруді шектеу үшін телефоныңыздың параметрлерін өзгертерсіз. Мүмкін олар сіздің микрофоныңыз бен камераңыз арқылы бақыламау үшін бір шара қолданып көріңіз. Бірақ біздің өміріміздің соңына дейін тоқтамайтын жазбаны ешқашан ұмытпаңыз. Алла баршамызға мейірімін төгіп, оң жақтағы періштенің жазарын көп қылсын, ал сол жақтағы періштені бос қойсын.